Армысыз ардақты көрермен, эфирде қонақпен жүздесу бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Шапалақ Жайдарман тобының мүшесі Даутов Ильяс. Студиямызға қош келдіңіз, Ильяс. Көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік, өте жақсы, көңіл күй. Әңгімемізді жалпы Жайдарман ойындарынан бастасақ, бүгінгі таңда Жайдарман жастар үшін не? Қандай ұғым? Жайдарман ба? Жайдарман көп нәрсе береді, ұғым жалпы. Былайша айтқанда бос уақытпен айналысу жастардың қазіргі таңда. Біздің кезде солай болатын. Жалпы біздің кезде сабақтан қашу болатын, сабақтан тыс, сабақтан бөлек бір хоббимен айналысу керек болды, қолдан спорт келмейді. Сондықтан да бір нәрсемен айналысу керек болды, сондықтан да жайдарманды хобби ретінде пайдаландық. Сіз осы өнер жолына қалай келдіңіз? Не себеп болды? Ой, қызық болды. Өнер жолына жалпы колледж кезінде келдім, 2011 жылы. Бірінші курс болып түстім, дәл осылай сендер сияқты студенттік кез. Ол кезде әзіл жазуды да білмейміз, шыны керек. Шаншар мен Алдараспанды әзілін аламыз да, үлкен қойылым ретінде қойсаламыз. Бірінші миниатюра дейміз, қошанға ойнай салатымыз. Сөйтіп сахнаға келдік жалпы. Әуестік сол театрларды көріп қой. Қазақша КВН кезде ол кезде DVD дискілерден көреміз. Осы Шапалақ Жайдарман тобы қалай құрылды? Соны толықтай айта кетсеңіз. Шапалақ Жайдарман тобы 2011 жылы, дәл сол жылы, колледжға түскен жылы пайда болды. Жалпы группаластардан құрдық. 10-12 шақты баладан құрылды. Жалпы Шапалақ деп қойған себебіміз сол кездегі жалпы айтқанда тойларға шығып жүрген кезде өлеңдер бар, анандай шапалақ ұрып отырсаңдаршы, ана мынау деген. Сондай болды да, жаттанды, халыққа да жағымды деп ойладық. Одан кейін біздің алдымызда да Шапалақ KZ дейтін команда болып, Жолдасбеков академияда бизнес колледж, өзім сол бизнес құқық және жаңа технологиялар колледжіне түскем. Сол оқу орнында Шапалақ командасы құралды. Оқу орнының атын талай жерге жетістікке шығардық сол команданың атымен. Сол жылдар. Бәрекелді. Осы Шапалақ құрамасында әзілді кім жазады? Жалпы өтірік айтып қойған, көбінесе орынбасар жазады. Басынар біз жазатынбыз, одан темасына грамматика. Актуалка әзілдер дейді ғой, жалпы саясат жағынан. Бірақ барлығы ат салсат балалар отырып. Мен де, Мадияр да жалпы отырамыз да, блокнот аламыз, идея болаймыз. Жалпы Инстаграмнан шықпаймыз, Нұргезеттен шықпаймыз, не жаңалықтар болып отыр Қазақстанда, жалпы соны әзілге келтіреміз да. Жалпы көбісіміз бірге жазамыз, баршамыз. Бірақ в основном Ока жазды, орынбасар дейтін бала. Шапалақ құрамасы республикалық Жайдарман ойындарының ойыншыларының арасындағы деңгейі қандай? Деңгей өте жақсы. Былайша айтқанда жақсы араласамыз ғой, көп командамен. Ату бар, Алматының командалары бар. Көп жаңа Семей дейтін Семейдің командасы бар. Сол команда өткенде Астанада, Астана әкім болды. Біз ананда ойыннан кейін өмірде жалпы өзіміз 4 бала өзіміз бөлек жүреміз да, негізі ойын кезінде. Көп араласпаймыз, бір командаларға барып танысып, қалайсыңдар ана мынау деп ешкіммен фото түсіп ондайым жоқ та, ойынға келдік, ойнадық, кетіп қалдық. Араласатын команда араласамыз, келіп жақындайтын. Жаңа Семейдің балалары келді, сіздер түрлеріңе қарасаңдар бір таныспаймыз, сөйлеспейміз деген сияқты адам сияқты деп жалпы қорқамыз деп сөйтіп көрінеді екенбіз көп командаларға, араласпайтын адам сияқты бар, өз-өзімізбен деген сияқты. Одан кейін көп командамен Тусамен жақсы араласып кеттік, жалпы қазір Туса сыйлайды, бір-бірімізбен жақсы араласамыз. Құрама жетістіктері жайлы айта өтсеңіз. 2017 жыл Жайдарман Лайф премьер лига финалға келіп шайдық. 2018 жыл жоғары лига 1-8, 2019 жыл биыл 1-8 қайтадан. Одан кейін 2019 жыл Нұр Отан 20 жылдығына орай Нұр Отан кубогы, республикалық Нұр Отан кубогының бас жүлдесін жеңіп алдық. 2018 жылы Астана әкім кубогының 2-ші жүлдесін ұтып алдық. 2016 жылы жастар кубогын ұтып алдық, республикалық. 2017 жылы Шымкент әкім кубогы 3-ші орын. Одан кейін Жасыбай толқыны 1-ші орын, Ертіспой лигасы ойды 1-ші орын. Алматы қаласында 4 жыл ойнадық, жалпы 2015, 2014, 2016 жылдар республикалық ашық лигасы. 2 жыл 3 жыл қатарынан финалист атандық. 2 жыл қатарынан қойдым, вице-чемпион 2-ші орын атандық. Жетістікке жетудің басты кілті неде? Жетістікке жетудің басты кілті ең бастысы ауызбіршілік командада. Жалпы сахнада да өмірде де жалпы дос болу, ауызбіршілік, бір-бірін сыйлау, бір-бірінің ойын тыңдау, жалпы мынаны бүйтіп жасақ дегенде жарайды деп былай өзгертсек деп сыйластық жалпы. Және де дайындық шешеді ғой основном. Ауызбіршілік, сосын дайындық. Көп командалар 1 ай 2 айдан алады. Біздің бір қателігіміз сол ғой. Дайындыққа деп бүйтіп жиналамыз бір жерге, кабинетте отырамыз, жиналып, қолға дәптер алып жазып отырамыз блокнотпен. Отырады да, PlayStation-ға кеттік па деп, сонымен PlayStation ойға бөлінеді да. Барлығымыз PlayStation-ға кеттік. Ой бөлінеді, сонымен PlayStation-ға кетеміз. Күнде дайындыққа келеміз, бір жарты сағат отырамыз.
чок кешегім өтеді, реванш деп қайтадан кетіп қаламыз. Сөйтіп жүреміз дағы ойынға барамыз да чаямызды ұшамыз, PlayStation ойнамай қою керек дейміз, келесі ойынға тағы барамыз. Үйге квартираға аренда PlayStation алып аламыз сөйтіп. Сонымен ойын бәрін PlayStation құртады, жалпы команданың құрт жүрген сол нәрсе деп ойлаймын негізі. Көрерменнің көз айымына айналу басты талап қандай? Көрермен көз айымына айналу дегеніміз жалпы сахнада әдемі ойнау ғой. Кейбіреулер әзілді артық ойнаймын деп тыртық қылып жібереді ғой, артығымен ойнап. Жалпы сүйкімді болып ойнау формаға да байланысты, және де ойнатқан стильға да байланысты деп ойлаймын. Біздің командада бір өзінің көрермен аудиториясы бар жалпы, бірақ барлығы деп айтпаймыз, кейбіреулер түсінбейді, үлкен кісілер түсінбейді біздің әзілдерді. Аналар не деп отыр, сендер анандай назар аудар сияқты ойнасаңдаршы дейді кейбір кісілер. Кейбір кісілер әзіл түсінбейді жалпы. Жастар түсінеді. Осыны актуалка айтып отырған көбінесе қазір жастардың интернет желісінде көп отырады ғой, Инстаграмда, жалпы Фейсбукта сол жақта отырған жаңалықтардың бәрін біліп отырады. Біз сол жаңалыққа орай шығарамыз ғой, мысалы әзілдерді. Сондықтан да өзіміздің аудитория бар деп ойлаймын. Көрермен көз айымы бір толықтай бір 100% емесе де бір 50% бар шығар көрермен көз айымы. Орысша КВН мен қазақша жайдарман әзілдердің арасында айырмашылығы қандай? Қазақша жайдарман мен орысша КВНнің айырмашылығы ма? Айырмашылығы жердей көктей деп айтса болады. Себебі Ресейде ұятсыз әзілдерге әзілдей береді. Бізде ондай Қазақстанда нәрсе шығарамайсың, мысалы ұятсыз әзілдер туралы. 18+ әзіл кете береді тәрбие жағынан қарағанда. Одан кейін ол жақта Путинға, мысалы Путин жайлы әзілдеп жатады, Путинді келтіріп жатады. Бізде мысалы Назарбаев жайлы әзіл айтуға болмайды, президент жайлы, жалпы өзіміздің елбасымыз жайлы. Және де 18+ әзілдер айтуға болмайды. Айырмашылығы сол деп ойлаймын, Аблай белден төмен әзіл. Ал былай айырмашылығы жоқ, күлдірту жағынан жалпы. Бірақ бағанағы сол әзілдерде. Қазақстандық өнер иелерінің кімді үлгі тұтасыз? Үлгі тұтатын адам біреу, ол жалпы Сека Вайнс, Серғазы Тоқтарбек дейді. Сол жалпы КВН кезінен, орысша КВН ойнаған кезінен бастап көремін. Сека Вайнс қой, жалпы ойнатуы, актерлығы сол болғанын айтты жалпы. Актері. Жайдарманнан тыс қандай қызмет атқарасыз? Жайдарманнан тыс па? Жалпы жайдарман саласында жұмыс, жастарға қызмет көрсету орталығында жұмыс жасаймын. Жас маман болып, Қарашаңырақ Жетісу мемлекеттік университетін бітіріп, тарих мамандығын дипломмен ұстаз болмасақ та, әйтеуір жас маман болып қызмет атқарамын. Ұйымдастырушы қала бойынша бір іс-шараларда. Ал жайдарманнан бөлек тағы да айналысатынымыз той басқарамыз. Командадағы балалармен, орынбасар мен бар. Қазір жайдарманшылардың көбісі той бизнеспен айналысады ғой. Себебі жайдарманшы деген ол өзінің халықты арасына ұстай алады, халықтың емін-еркін сөйлесе алады, ойната алады әрбір нәрсені. Сондықтан да той бизнес, той басқарып қоямыз арасында, бірақ енді бір қатты бір беріліп кіріп кеткен жоқпыз той бизнеске. Себебі той бизнеске кіретін болсаң, жайдарман бөлек қалады. Екеуін де бірдей алып жүру өте қиын. Арасында бір той басқарып қоямыз, болды сондай. Алдағы өнер саласына қатысты жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз? Жоспарлар дәл қазір, дәл бүгін біздің балалар шапалақ құрамасы Шымкентке жол тартты, жолда кетіп бара жатыр олар қазір. Шымкентте Нұрмұт кубогы болайын деп отыр. Шымкентте рухани жаңғыру аясында. Ол жерде бас жүлде машина деп отыр, автокөлік. Балаларға сәттілік деп кеттім. Шымкентте бір автокөлік мүмкіндіктер деген X деген Opel Vectra. Енді жақсы ойнап ұтып келетін болса, жеңіспен оралады деген ойдам. Алда қойған мақсаттарды білемін, балалар енді жетістікке жетеді деген ойдам. Жалпы өзім әскерге кетейін деп отырмын жақын арада. Жайдарман барлығын қойып, документпен жинап, асығып студияда келіп отырмын. Бұйыртса келесі айда дипломды қалай қорғаймын, дипломды қалай қолға аламын, магистратура. Әскерге кетейін деп отырмын, отан алдында борышымды өтеу деген мақсатпен. Әр ер азаматтың парызы деп ойлаймын. Жай болса да барайын деп отырмыз. Ильяс, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге рахмет. Болашақта шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Сіздерге де көп-көп рахмет. Студияларыңызда біз сияқты жастар, жайдарманшылар көп болсын. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Эфирде келесі кездескенше. Аман, сау болыңыздар.